Аудандар. Бұл жазылмады. Нариман, келin geldi de. Narimан. Tahu saya sampai rumah. Çok bol. Bikin paspor bu. Bikin pan. Yes. Жоқ. Перестали сами. Потому что лишний жук. Осталось. Футбол. Саламатсыздар ма? Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке кенті Ыбырай ауданындағы нөмір 74-ші орта мектеп география пәнінің мұғалімі Байгүзира Нұржадиенқызы. Авторлық жұмыстың тақырыбы география сабағында КЛ әдісін қолданудың мазмұны, яғни бұл мазмұн, байланыс, тану, мәдениет деген ұғымдар арқылы байланысады, яғни пән мен тілді кіріктіріп оқыту болып табылады. Негізгі мақсаты заманауи сабақ үлгілеріндегі пән мен тілді кіріктіріп оқытуды тәжірибеде қолдану және пән мен тілді кіріктіріп оқыту пәндерді екінші, үшінші тілдер арқылы меңгерту болып табылады. Міндеттері негізінен ізденіс жұмыстарына бейімдейді, баланы өз беттерімен жұмыс істеуге дағдыландырады, танымдық қабілеттерін дамытады, өткен тақырыптарды қайталауға мүмкіндік береді және мектеп бағдарламасы тақырыптары бойынша оқушылардың қалыс қалған білімдерін толықтыруға мүмкіндік береді. Жұмыстың негізгі өзектілігіне тоқталатын болсақ, яғни бұл қазіргі заманғы мектептегі білім беру парадигмасы оқушының жеке тұлғалық қызығушылықтарын есепке ала отырып, оны саналы түрде таңдау жасауға, өз бетінше шешім қабылдауға және қоғам өміріне белсенді қатысуға дағдылануды таныту болып табылады. Осындай жағдайда белсенді азаматтық ұстанымы бар әрі коммуникативтік қабілеттіліктері жоғары білімді жастарды тәрбиелеуге мүмкіндік беретін инновациялық білім беру моделі болып табылады. Яғни бұл инновациялық білім беру моделін қалыптастыру, пәнаралық байланыстарды дамытуды және белсенді оқу әдістерін қолдануды алға тартады деп ойлаймыз. Негізінен күтілетін нәтижелерге тоқталатын болсақ, яғни
әдістемесі бойынша география пәнін оқыту, пән мен тіл арасындағы байланыстарды қамтамасыз етеді және жаңартылған білім беру стандарттарының принциптерін жүзеге асыруда практикалық нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар аталмыш әдіс оқушылардың география саласы бойынша академиялық тілдік құзыреттіліктерін арттырады, пәндік терминология мен тілдің орнында әрі ұтымды қолдануға мүмкіндік ашады және де әдістеменің ұзақ мерзімді тиімділігін оқушылардың тек оқуға ғана даярлығын емес, сонымен қатар жаңа білімін өмірде қолдана білуге, олардың ұтқырлығы мен тез өзгертетін өмірлік жағдайларға бейімделуін қабілеттілігін арттырады. Яғни осы саласында, осы тұрғысында 10-шы және 11-ші сынып оқушыларына арналған күнтізбелік тақырыптық жоспар, яғни 34 сағатқа арналған. Бұл жерде Евразия материалы бойынша, яғни Европа мен Азияны бөле отырып, олардың географиялық орны, Европа жағалаулары, ландшафты, Европа климаты, ішкі сулары, өсімдік жамылғысы, елдері туралы қамтылып айтылады, қарастырылады. Негізінен тақырып 34 сағатқа арналған, аптасына 1 сағатты. Яғни осы жоспарды жүзеге асыру жұмыстарына тоқталатын болсақ, біріншіден тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану. Яғни бұл жерде көбіне көп ойлан жұптап өз әдісін қолданамыз. Яғни оқушылар өзара бір-біріне көмек бере отырып жұмыс жасайды. Бес сөйлем құра, үнсіз фильм, мәтінмен жұмыс, суретке әңгіме, диалог жазу, диктант, голос тәсілі арқылы нәтижеге жетіп, қойған сұрақтарға жауап алуға болады. Және осыған байланысты әр сабақ сайын жоғарыда айтылған тәсілдерді қолданып, оқушылардың айтылым және жазылым дағдыларын дамытуға болады. Енді осы тұрғысынан осы әдістерді қолдана отырып, яғни төмендегідей дидактикалық материалдарды қолдануға болады. Яғни бұл жерде Европа мен Азиядағы жер ландшафтары, географиялық орны, өсімдік жамылғылары туралы тапсырмалар береді. Осы тапсырмаларды балалар ағылшын тілінен қазақ тіліне аудара отырып, атауларын анықтап, картаға белгілейді. Бір жағынан номенклатура жаттауға ыңғайлы, бір жағынан тілмен тән байланысы. Екіншіден, мына жерде оқушылардың жасаған жұмыстары көрсетілген. Яғни бұл жерде әдісін қолдану бойынша жұмыс дәптері арналған. Осы жұмыс дәптер бойынша яғни балалар жеке жұмыстар орындап отырады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Саламатсыздар ма әріптестер? Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қожабақ ауылындағы нөмір 25-ші мектептің география пәнінің мұғалімі Стали Гүлжан Тұлғазарқызы. Бағдарламаның тақырыбы Қазақстанның экологиялық географиясы. Бағдарламаның мақсаты Қазақстанның экологиялық географиясын оқытудың басты мақсаты, яғни білім алушыларға еліміздің экологиялық жағдайы мен табиғи ресурстарының қазіргі жағдайы, экологиялық проблемалары, оларды шешу тәсілдері мен экологиялық саясатты түсіндіру, экологияның географиялық аспектілерін жан-жақты зерттеу арқылы еліміздің экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету. Бағдарламаның міндеттері Қазақстанның табиғи орта мен ресурстарының ерекшеліктері туралы жан-жақты білім қалыптастыру, экологиялық проблемаларды түсіндіру, Қазақстандағы экологиялық дағдарыстар мен мәселелердің себептері мен салдарын талдау,
Қазақстандағы экологиялық мәселелерді шешу жолдарын қарастыру, табиғатты қорғау және қалпына келтіру шараларының қажеттілігін түсіндіру, экологиялық апаттар мен дағдарыстардың алдын алу, экологиялық дағдыларды қалыптастыру, білім алушыларға экологиялық мәселелерді шешуге арналған зерттеу, экологиялық мәселелерді шешуге арналған жұмыстарды талдау және практикалық жұмыс дағдыларын беру. Тақырыптың өзектілігі Қазақстанның экологиялық географиясын оқытудың өзектілігі қазіргі кезде табиғи ресурстардың тиімді пайдаланылмауы, экологиялық дағдарыстардың артуы, климаттың өзгеруі, биологиялық алуан түрліліктің азаюы сияқты маңызды мәселелермен тікелей байланысты. Бұл мәселенің өзектілігін төмендегі факторлар негізінде түсіндіруге болады. Экологиялық дағдарыстар мен апаттардың артуы, яғни Арал теңізінің тартылуы, Балқаш көлі мен басқа да су ресурстарының ластануы, шөлейттенуі мен топырақтың деградациясы сияқты мәселелер Қазақстанның экологиялық жағдайын нашарлатуда. Табиғи ресурстардың шектелуі, Қазақстанның табиғи байлықтары, соның ішінде су, топырақ, орман мен минерал ресурстарды тиімсіз пайдалану экологиялық теңгерімге әсер етіп отыр. Климаттық өзгерістер, Қазақстандағы климаттың өзгеруі және оның ауыл шаруашылығына, су ресурстарына және экосистемаларға әсері экологиялық тұрақсыздықты арттыруда. Экологиялық білім мен мәдениеттің жоқтығы, қоршаған ортаны қорғауға байланысты білім мен экологиялық мәдениеттің төмен деңгейі халықтың экологиялық мәселелерге жауапкершілігін арттыруды қажет етеді. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған халықаралық ынтымақтастықтың маңызы Қазақстанның халықаралық экологиялық ұйымдармен және көрші елдермен экологиялық мәселелерді шешудегі ынтымақтастығын арттыру қажет. Бағдарламаның педагогикалық жаңашылдығы бұл енді Қазақстанның экологиялық географиясы курсы экологиялық білім беруде заманауи педагогикалық әдістер қолдану арқылы оқушылардың табиғатқа деген жауапкершілігін арттыруға, олардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Курстың педагогикалық жаңашылдығы бірнеше негізгі бағыттарға негізделген. Қазақстанның экологиялық географиясы курсы интерактивті, пәнаралық, практикалық және цифрлық оқыту әдістерін қамтитын жаңашыл білім беру бағдарламасы. Оның педагогикалық жаңашылдығы оқушыларды экологиялық проблемаларды зерттеуге, оларды шешудің ғылыми және практикалық жолдарын қарастыруға және қоғамда экологиялық мәдениетті дамытуға бағытталған. Практикалық жаңашылдығы. Курс дәстүрлі дәрістерден гөрі оқушылардың белсенді қатысуын арттыратын интерактивтерді әдістерді қамтиды. Яғни кейс әдісі, бұл жағдаяттық талдау, яғни Қазақстандағы нақты экологиялық мәселелерді зерттеу, Арал теңізінің тартылуы, Семей полигонының экологиялық зардаптары, Каспий теңізінің ластануы. Оқушылар деректерді талдап, мәселелер шешу жолдарын ұсынады. Жобалық оқыту. Оқушылар менің экологиялық жобам атты жеке немесе топтық жоба жасап, оны мектеп немесе қоғамда жүзеге асыруға тырысады. Экологиялық мәселелерді зерттеп, оны шешу үшін практикалық әрекеттерді жоспарлау, яғни қоқысты сұрыптау, су көздерін тазарту, ағаш отырғызу сияқты. STEM технологияларын қолдану, геоақпараттық жүйелер, және қашықтан зондтау технологиялары арқылы экологиялық процестерді модельдеу, биология, химия, физика және география пәндерімен интеграцияланған зертханалық тәжірибелер, сонымен бірге цифрлық технологияларды пайдалану, сандық платформалар мен виртуалды зертханалар. Мультимедиалық оқыту құралдары, экологиялық деректі фильмдер, инфографикалар, интерактивті викториналар, онлайн тесттер қолдану. Виртуалды саяхаттар арқылы Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аймақтарын зерттеу. Экологиялық блогтар мен әлеуметтік желілерді пайдалану. Оқушылар экологиялық проблемалар бойынша посттар жазып, экологиялық челленджер ұйымдастырып, YouTube, Instagram, TikTok секілді платформаларда экологиялық ақпараттық бейнематериалдар жасау.
Енді осы күтілетін нәтиже бұл экологиялық білімнің артуы, жалпы оқушылардың қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауы, экологиялық мәселелердің оңтайлы шешімін қабылдай алуы, экологиялық сананың қалыптасуы, экологиялық дағдарысты болдырмау, сонымен бірге Қазақстанның тұрақты дамуына үлес қосуы. Жалпы негізінен осы жүйелі жұмыс нақты нәтиже демекші, түрлі осы бағдарламаны қолдану арқылы оқушыларым, яғни зерде республикалық кезеңінің аудандық кезеңіне қатысып, жүлделі 3-ші орын, сол сияқты түрлі жобаларға және пәндік олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарды иемденді. Жалпы негізінен күнтізбелік тақырыптық жоспарлау осы 34 сағатқа арналған және КМЖ-сы, сонымен бірге КТЖ кіріспе, яғни 1 сағат, Қазақстандағы экологиялық мәселелер 7 сағат, Қазақстанның климаттық және экологиялық аудандары 7 сағат, Қазақстандағы табиғатты қорғау шаралары 12 сағат, экологиялық білім және тәрбие 2 сағат, Қазақстанда экологиялық туризм 3 сағат, қорытынды 2 сағат. Тыңдағандарыңызға рахмет. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданы 25-ші мектептің география пәнінің мұғалімі Қожахмет Нұрбек Бақытханұлы. Мен бүгінгі авторлық бағдарламаның тақырыбы Қазақстандағы география ғылымының даму тарихы. Жалпы авторлық бағдарламаның мақсаты оқушылардың география білімдерін тереңдету, табиғи және әлеуметтік экономикалық үдерістерді жан-жақты түсіндіру және оларды практикада қолдана білу қабілетін дамыту болып есептеледі. Негізгі міндеттері теориялық білімді тереңдету, оның ішінде география ғылымының негізгі ұғымдары мен заңдылықтарын меңгерту, физикалық, экономикалық және әлеуметтік география салаларын байланыстыра оқыту. Практикалық дағдыларды қалыптастыру бойынша карта мен геоақпараттық жүйелермен жұмыс істеу, географиялық зерттеу әдістерін меңгерту және қолдану негізгі міндеттердің бірі болып есептеледі. Қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму принциптерін түсіндіру, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мәселелерін талқылау, экологиялық сананы қалыптастыру және экологиялық жобаларға қатысуға ынталандыру, аймақтық және жаһандық процестерді зерттеу, Қазақстан және әлемдегі геосаяси, экономикалық, экологиялық жағдайларды қарастыру, ғаламдық өзгерістердің салдарын бағалау, зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамыту міндеті бойынша ғылыми жобаларға, экспедицияларға, презентациялар және ұйымдастыру, кейс стади әдістері арқылы мәселелерді шешуге үйрету, кәсіби бағдар беру бойынша географиямен байланысты мамандықтар туралы ақпарат беру, оқушыларды география саласындағы олимпиадалар мен ғылыми байқауларға дайындау. Жалпы бұл бағдарлама оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, олардың білімдерін өмірінде, яғни тиімді пайдалануға бағыттайды. Ал жіберейінші. Жазудың үстіне қойып. Бағдарламаның өзектілігі география пәнінен қазіргі білім беру жүйесінің жаңартылған мазмұны мен қоғам талаптарына сәйкес анықталады. Цифрлық технологияларды дамыту, экологиялық проблемалардың күшеюі, жаһандық климаттың өзгеруі және геосаяси үдерістің білім беру бағдарламаларында жаңа әдістерді қолдану қажет болып табылады.
Бұл бағдарламада қазіргі заманғы білім беру стандартына сәйкестігімен, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруымен, жаратылыстану ғылымдары мен технологияларды кіріктіре оқытумен, аймақтық және жаһандық мәселелерді талдауға бағытталуымен маңызды болып есептеледі. Жаңалығы бұның интерактивті әдістердің қолданылуы, сандық карталар, геоақпараттық жүйелерді және виртуалды зертханалар. STEM пәндермен интеграциясы, географияны физика, биология, химия және математикамен байланыстыру, жобалық оқыту, оқушыларға нақты географиялық мәселелерді шешуге мүмкіндік беру, жергілікті аймақтық зерттеулерді енгізу, туған өлкенің табиғи және экономикалық ерекшеліктеріне терең зерттеу, экологиялық сананы қалыптастыру, тұрақты даму мен жасыл технологияларды насихаттау. Бұл авторлық бағдарлама оқушылардың сыни ойлауын дамытуға, қоршаған ортаны қорғауға деген жауапкершілігін арттыруға және оларды болашақ мамандықтарына бейімдеуге бағытталып отыр. Осы жұмысым арқылы қазіргі кезде оқушыларым аудандық деңгейде пән олимпиадаларынан, тағы да басқа республикалық маңызы бар олимпиадалардан жақсы орындармен көзге түсіп жүр. Назарларыңызға рахмет. Мен Қызылорда облысы ауданы номер 96 Қазақ орта мектебінің география пәнінің мұғалімі Утилиева Ақмарал Абдуғалиқызы. Менің авторлық бағдарламаның аты Қазақстанның туризм географиясы. Мақсаты білім алушыларды Қазақстанның туристік әлеуеті, географиялық ерекшеліктері, туристік ресурстары, оларға терең білім беру және туристік индустрияның даму тенденциялары мен перспективаларын анықтау және туристік өнімдерін әзірлеу және ілгерілету дағдыларын дамыту болып табылады. Курстың негізгі мақсат міндеттеріне бірінші мақсат курстың мақсатына тоқталып өтсем, бұл Қазақстанның туристік әлеуетін, екіншіден географиялық ерекшеліктері және туристік ресурстары туралы терең білім беру оқушыларға, одан кейінгі туризмнің перспективаларын анықтау, туристік өнімдерін әзірлеу және ілгерілету дағдыларын дамыту болып табылады. Одан кейінгі туристік индустрияның даму тенденциялары. Келесі міндеттері туристік география туралы толық және жүйелі білімге ие болады. Туристік ресурстарын бағалау және туристік өнімдерді әзірлеу дағдыларын меңгереді. Туристік индустриядағы қазіргі тенденциялар мен перспективаларды түсінеді және туристік қызмет көрсетудің халықаралық стандарттары туралы білімге ие болады. Одан кейінгі туризмді дамытуға өз үлестерін қосуға дайын болады. Туристік географиялық орны мен рөлін анықтайды және де туристік ресурстарын, яғни табиғи, мәдени, тарихи, әлеуметтік бағыт бойынша жіктейді және сипаттайды. Келесі туристік инфрақұрылым, оның ішінде қонақ үйлер, көлік, байланыс және тағы басқаларды үйренеді. Туристік рынокты зерттеу және туристік өнімдерді әзірлеу, одан кейін қызмет көрсетудің халықаралық стандарттарымен танысу, туризмді дамытудың проблемалары мен перспективаларын анықтау,
және туризм туралы терминдерді түсіне білу, және сол талдау, және тәжірибелік жұмыстар мен шығармашылық тапсырмаларды орындайды. Теориялық білімді бекітеді. Бұл курстың міндеттеріне жатады. Бұл авторлық бағдарламаның негізгі өзектілігі келетін болсақ, бұл негізгі 34 сағатқа берілген. Курстың өзектілігі Қазақстан негізгі бай табиғатымен, мәдениетімен және тарихымен ерекшеленетін ел екені барлығымызға белгілі. Оның географиялық орналасуы және табиғи ресурстары туризмнің әртүрлі түрлерін дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Қазақстанның туризм индустриясы қарқындап дамып келеді. Яғни бұл саладағы мамандарға деген күннен күнгі сұраныстың артуы бұған көп мақсат қоя алады. Осыған байланысты Қазақстандағы туризм географиясы курсын оқытудың негізгі өзектілігі бірнеше факторлармен түсіндіріледі. Бұл курстың негізгі өзектілігі тек ғылыми біліммен шектелмейді, қоғам мен экономикада үлкен мәнге ие болады деп сенім артамыз. Туризмнің негізгі өзектілігіне келетін болсақ, туризм Қазақстанның туризм индустриясы бұл жыл сайын өсуде. Ол өскен сайын бұл жаңа жұмыс орындарының құрылуына, өңірлердің экономикалық дамуына және елдің халықаралық аренадағы имиджінің жақсаруына ықпал етеді. Және туризм географиясы курсы ол білім алушылардың осы саладағы ерекшеліктерімен, Қазақстанның туристік әлеуетімен және оны тиімді пайдалану жолдарымен таныстырады. Және туризмнің қазіргі туризм саласындағы мамандарға деген сұраныс өте көп. Яғни ол туризм индустриясының дамуына байланысты білікті мамандарға деген сұраныс артуда. Бұл да күтілетін нәтижелер. Бұл курс Қазақстанның туристік саласында табыстарға, мансап құруға қажетті білім мен дағдыларды береді. Қазақстанның туристік әлеуетін түсіндіру Қазақстанның әртүрлі аймақтарының туризм саласындағы ресурстарын және олардың географиялық орналасуын бағалай алатын болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Алматыстанды құрметті әріптестер, мен Қызылорда облысы Қазалы ауданы нөмірі 70-ші Жаңғожалы атындағы орта мектептің география пәні мұғалімі Арзахан Қарбаға менің бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы рекреациялық география. Авторлық бағдарлама білім алушылардың географиялық сауаттылығын дамытуға, рекреациялық географияның негізгі түсініктерін меңгертуге, оның зерттелуі мен дамуындағы басты заңдылықтарды түсінуге, рекреациялық қызмет пен туризмнің ерекшеліктері мен ұқсастықтарын, сондай-ақ рухани мәдениет пен ұлттық құндылықтарды зерттеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бағдарламаның мақсаты білім алушылардың географиялық сауаттылығын, рекреациялық географияның негізгі түсініктерін қалыптастыруға, рекреациялық географияның зерттелуі мен дамуындағы негізгі заңдылықтарын түсінуге, рекреациялық жұмыстар мен туристік сфераның айырмашылықтарын, ұқсастықтарын танып, білім дағдыларын дамыту. Бағдарламаның міндеттері пәннің теориялық негіздемелері
және негізгі анықтамаларын аймақтық рекреациялық жүйе, рекреациялық аудандастыру туралы түсіндіру, аймақтардағы туризм дамуының қазіргі жағдайын бағалау және рекреациялық игерілуін анықтау, халықаралық және ішкі туризмнің қалыптасу мәселелерін талқылау, географиялық білімдерін кеңейту, жүйелеу, бекіту, материалдарды терең әрі саналы түрде меңгерулерін қадағалау, оқушылардың білімдеріндегі кемшіліктерді, қиыншылықтарды анықтай алу, пәндік білімнің өмірлік маңызы бар құнды ақпарат екендігін қабылдау, оқушылардың зерттеу жұмыстарымен айналысуларына үлкен мән беру, өздерінің жеке ойларын жеткізуде сөз байлығын арттыру, білім алушылардың бойында өзін өзі тексеру дағдысын қалыптастыру, білім алушы сабақ барысында тек бақылаушы ғана емес, белсенді зерттеуші болуына әрекет жасау. Бағдарламаның өзектілігі, бағдарлама табиғаттың рекреациялық мүмкіншілік жағдайын, табиғи рекреациялық ресурстардың экономикалық тұрғыдан бағалануы мен мәдени тарихи рекреациялық ресурстардың сұранысқа, әлеуметтік экономикалық, медициналық, биологиялық тұрғыдан баға беру маңыздылығын оқытуға және ұлттық тәрбие берумен өзекті. Бағдарламадан күтілетін нәтиже: бағдарламаның негізінде білім алушылар рекреациялық географияның зерттелуі мен дамуындағы негізгі заңдылықтарын түсінуге, рекреациялық жұмыстар мен туристік сфераның ерекшеліктері бойынша білімнің маңыздылығын түсінеді, геомәдениет пен тарихтың жарқын үлгілерін насихаттайды. Жалпы рекреациялық география таңдау курсының мазмұндық бөлімі 7 бөлімнен тұрады. Бірінші кіріспе бөлімі, оған 1 сағат берілген. Екінші рекреациялық географияның зерттелуі мен ғылымдарымен байланысы 4 сағат берілген. Рекреация әлеуметтік экономикалық құбылыс 3 сағат берілген. Рекреациялық ресурстар мен сұраныс бөліміне 6 сағат берілген. Рекреациялық жұмыс және оның құрамы мен классификациясы бөліміне 4 сағат берілген. Рекреациялық территорияның негізгі типтері мен аудандастыру бөліміне 4 сағат берілген. Және 7-ші бөлім Қазақстандағы рекреациялық жұмыстардың даму бағыттары және рекреациялық зоналары бөліміне 12 сағат берілген. Бұл авторлық жоба бағдарламамның 34 сағатқа күнтізбелік тақырыптық жоспары дайындалған. Арнайы және әрқайсысының өзінің қысқа мерзімдік 34 сағаттық қысқа мерзімдік жоспары бар. Рекреация, жалпы рекреация дегеніміз этимологиялық мәндердің жинағы, қалпына келтіру, демалыс, көңіл көтеру, іс-әрекеттің өзгеруі. Рекреациялық іс-әрекет дегеніміз адамның бос уақытында физикалық және психикалық күшін қалпына келтіру, оның жан-жақты даму мақсатында өткізілетін іс-әрекеті. Адам іс-әрекетінің басқа бағыттарына қарағанда рекреациялық іс-әрекет адам жасайтын істерінің әртүрлілігімен және үрдістің өзіндік құндылығымен сипатталады. 34 сағатқа өзі арнайы барлық әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, қысқа мерзімдік жоспарлары дайындалған. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Salvatsalov proфессор
Мен Жамбыл атындағы 234-ші мектептің география пәнінің мұғалімі Ансатова Жайна Жаппарқызы. Бүгінгі менің авторлық бағдарламамның тақырыбы мектеп географиясындағы өлкетану жұмыстары. Жалпы бұл авторлық бағдарламаның мақсаты туған жерге деген сүйіспеншілікті арттыру, географиялық білімді тереңдету, экологиялық сананы қалыптастыру, тарих пен мәдени мұраны тану, шаруашылықтың даму ерекшеліктерін ұғындыру, жергілікті проблемаларды шешу. Негізгі міндеттері туған өлкенің табиғатын, ерекшеліктерін зерттеу, өлке тарихын және мәдениетін дамыту, экономикалық ерекшеліктерін дамыту, экологиялық білім мен жауапкершілікті қалыптастыру, өлке карталарын қолдану дағдыларын дамыту, практикалық және зерттеу жұмыстарын қалыптастыру, қоғамдық жауапкершілікті арттыру. Яғни бұл жердегі барлығы балаларды патриоттық сезімге жеткізу. Бұл авторлық бағдарламаның өзектілігі оқушыларды жергілікті табиғат, тарих және мәдениетпен таныстыру арқылы білім мен жауапкершілікті арттырып, олардың әлеуметтік және экологиялық мәселелерге деген көзқарасын қалыптастырады. Жалпы өлкетану жұмыстары мектеп географиясында маңызды рөл атқарады. Өйткені ол оқушыларды танымды ойлауға және оқушылардың зерттеуге қатысуына, экономикалық ерекшеліктерін түсінуге үлкен мүмкіндік береді. Жалпы бұл авторлық бағдарлама 5 бөлімге негізделген. Біріншісі экскурсиялар мен жорықтар, табиғат құбылыстарын бақылау, өлшемдер жүргізу, яғни туған өлкенің табиғатын толық зерттеу. Екінші бөлімде географиялық зерттеулер, жергілікті карталарды жасау, салыстыру, яғни біздегі жойылып бара жатқан тақырыптық карталарға мән беру және тақырыптық карталарды қолдану. Үшінші бөлімде мәдени және мұрағаттық зерттеулер, тарихи деректер мен құжаттарды талдау. Бұл жерде, бұл бөлімде біздің туған өлкеміздегі мәдени мұраларды зерттеу, тарихи деректерді жаңарту және құжаттарды ары қарай талдау. Төртінші, әлеуметтік сауалнамалар, жергілікті тұрғындардан ақпараттар жинау. Яғни болашаққа қалдыру үшін жергілікті тұрғындардан ақпаратты жинау жұмыстарын жүргізу. Одан кейінгі 5-ші бөлімде жобалық жұмыстар, оқушылардың зерттеулерін ғылыми жоба ретінде рәсімдеу. Бұл жерде оқушылардың жалпы өз өлкесіндегі географияны оқыту арқылы, өлкетану жұмыстарын жүргізу арқылы оқушыларды ғылыми жобаға дайындау және терең зерттеуге жұмыс жасау. Мынау біздің мектебіміздегі сыныптан тыс жүргізіліп жатқан жұмыстардан көрініс, яғни бұл жерде тарихи өлкені зерттеу, оқушылардың зерттеу үстінде және туған өлкенің карталарын пайдаланып және оларды өздері сызуда. Тыңдағандарыңызға рахмет. Әріптестер, бүгін өздеріңіздің уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл Қазалы аудандық білім бөлімінің педагог зерттеушілерінің ауданаралық вебинарда іс тәжірибесін тарату 18 наурызға дейін жалғасын табады. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.